Денені май басудан қалай сақтауға болады? Және май басудың бірінші дәрежесіне шалдыққанда не істеу керек? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар. Сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Қатты толысқаныңызды байқаған сәттен бастап тәттіден бас тартыңыз. Май басу бұл жай ғана мүсіннің бұзылуы емес, созылмалы аурулардың бірі болып табылады. Бұл ауруға ер адамдарға қарағанда қыз-келіншектер көбірек шалдығады екен. Бұған ең басты себеп гормондық бұзылыстар болып табылады. Осындай сәттерде денені басқан майдан арылудың ең жақсы жолы диета және спорт. Ендеше бірінші дәрежелі май басудан арылу үшін төмендегідей кеңестерге құлақ асыңыз. Арықтаудың құпиясы қатаң түрде дұрыс тамақтану болып табылады. Сондықтан да арықтау кезінде ешқандай қателік жібермеуге тырысыңыз. Дұрыс әрі қауіпсіз арықтаудың жолдары мынадай. Тәтті және газдалған сусындарды да ішуге кеңес берілмейді. Егер тез арықтауды қаласаңыз, суды жеткілікті мөлшерде ішіңіз. Салмағыңызға қарай күніне 2-3 литрге дейін ішуге болады. Сонымен қатар кішкентай мөлшердегі ыдысты пайдаланыңыз. Тарелкеге салынған тағамның мөлшерін білмей қаламын десеңіз, стаканмен өлшеп салуға болады. 1 стакан 200 граммды құрайды. Күнделікті бір уақытта тамақтануды әдетке айналдырыңыз. Жартылай дайын тағамдар, майонез, консерванттар, басқа да зиянды тағамдарды жеуге жол жоқ екенін ұмытпаңыз. Қарныңыз ашқан уақытта алма жесеңіз болады. Егер алма жеуге тәбетіңіз тартпаса, қарынның ашпағанын білдіреді. Қимыл қозғалыс жасау да маңызды. Әсіресе күні бойы бір орында отырып жұмыс істейтіндер үшін денені қозғалтып қан жүгірту міндетті. Мысалы, орындықта отырып-ақ түрлі жаттығуларды жасай аласыз. Таңертең ұйқыдан тұрған бойда жеңіл жаттығуды жасауды ұмытпаңыз. Тыныш әрі жеткілікті ұйқы көтеріңкі көңіл-күйдің кепілі. Денедегі майды жоғалтуды да дұрыс есептеу білу керек. Мәселен, бір аптада артық майдың 1%-ін кетірсеңіз де жетіп жатыр. Сондай-ақ дененің 35% май басса, онда аптасына 6%-дан артық майды жоюға тырысқан абзал. Егер 27% май басу болған жағдайда 2-8 кг артық салмақтан арылу керек. Дененің 22%-дан көп бөлігін май басқан жағдайда 1,7-2 кг салмақтан арылған дұрыс. Бірінші дәрежелі май басу кезінде мына азық-түліктерді ас мәзіріне қосуға болады. Олар бадам жаңғағы, авокадо, даршын, бал, кептірілген жемістер, табиғи мармелад, төмен калориялы зефир мен пастилалар, ащы шоколад, төмен калориялы батончиктер, табиғи шырындардан дайындалған бас-тұздақтар. Жоғарыда аталған азық-түліктерді аптасына 3 реттен көп тұтынуға болмайды. Не жеуге болмайды? Ет тағамдарынан майлы ет, мал жайын жеуге болмайды. Ал сүт өнімдерін аз-аздан ішуге кеңес беріледі. Сары май мен майлы қаймақ, қатты ірімшік, жоғары калориялы кілегейлі шектеген дұрыс. Ара-арасында ұнтақ жармасын, ақ күрішті, тез дайындалатын ботқаларды жеуге рұқсат етіледі. Ұннан дайындалған барлық нан өнімдерін үзілді-кесілді ас мәзірінен алып тастаңыз. Жеміс-жидектен банан, жүзім, мейіз, інжір мен құрманы жемеген өзіңізге пайдалы болады. Бұдан бөлек қант, кофе, конфет, шоколад, алкогольді ішімдіктер, дайын шырындарды қазірше көршілерге немесе құрбы достарыңызға ұсыныңыз. Бірақ өзіңіз ауыз тимеңіз. Осылайша әрбір диетаны ұстауда қажет ететін жан жоғарыда келтірілген кеңестерге құлақ түріп, дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Денені май басудан, яғни семіздіктен сақтау және салауатты өмір салтын ұстану үшін кешенді тәсіл қажет болады. Диетолог дәрігерлер мен мамандардың кеңестеріне сүйенсек, төмендегі шараларды орындау тиімді. Диетадағы май мөлшерін шектеу, яғни күнделікті тамақтану рационындағы май мөлшері 30%-дан аспауы керек. Қуырылған, өте ауыр және майлы тағамдарды тұтынуды азайту керек. Дұрыс тамақтану тамақты аз-аздан бірақ жиі ішуге ұсынылады.
Ас мәзіріне көкөністер мен жемістерді көбірек қосыңыз. Сондай-ақ дене белсенділігін қосыңыз. Ағзадағы артық майды жоғалту үшін жүйелі түрде жаттығу жасау маңызды екенін ұмытпаңыз. Салмақты біртіндеп түсіру денсаулыққа қауіпсіз болып келеді. Майдың түрлерін таңдау. Яғни тамақ дайындауда өсімдік майларының зәйтүн, зығыр пайдасы жоғары. Олар ішек жұмысын жақсартады. Зиянды әдеттерден арылуға болады. Яғни тәтті, ұннан жасалған өнімдер мен фастфудтарды азайту керек. Калорияны шектеу, белсенділікті арттыру, күнделікті жаяу жүру немесе жүзумен айналысу. Дене салмағының индексін бақылау. Дененің 35%-дан астамы май болса, бұл семіздіктің белгісі. Денсаулықты сақтау үшін тамақтануды реттеу және қозғалысты қолға алу керек. Өз денсаулығыңызға және жақындарыңызға қамқор бола біліңіз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.